Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін 7 сынып география сабағының 4 тоқсан бойынша БЖБ 3 нұсқасын талдайтын боламыз. Яғни, ел тану және саяси география негіздері бөлімі бойынша жиынтық бағалауды қарастыратын боламыз. Орындалу уақыты 20 минут. Бұл жерде бізге 2 тапсырма берілген. Тапсырманы орындамас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сіз осылай маған өз қолдауыңызды білдіре аласыз. Сонымен қатар, әр видеоға белсенділік көрсетсеңіздер, 7 сынып сабақтарын толықтай талдайтын боламын. Ал тапсырмаға оралайық. Бірінші тапсырмада физикалық және климаттық карталарды қолданып, Қазақстанның географиялық орнына сипаттама беріңіз. Теориясының аумағы 27,24,9 мың километр квадрат, әлемде 9-шы орында алады. Еуразия құрлығында орналасқан, географиялық орны кіші батыс аймағы Еуропада, ал көлемі шығыс аймағы Азияда жатыр. Физикалық географиялық тұрғысынан Қазақстан Тынық мұхит пен Атлант мұхитынан, сондай-ақ Үнді мұхиты мен солтүстік мұзды мұхитынан бірдей қашықта орналасқан. Қазақстан жерінің шеткі нүктелері 55-26, 40-56 және 45-27, 87-18 аралығында орналасқан. Солтүстік пен оңтүстік ара қашықтығы 1650 км, батыс пен шығыс ара қашықтығы 3000 км. Қазақстан батыста Еділдің төменгі ағысынан, шығысында Алтай тауларының етегінде дейін, солтүстігінде Батыс Сібір жазығынан, оңтүстігінде Қызылқұм шөлі мен Тянь-Шань тау жүйесінде дейін созылып жатыр. Қоңыржай климаттық белдеуде орналасқан. Екінші тапсырманы қарастырайық. Екінші тапсырмада Қазақстанның экономикалық географиялық жағдайына картаны қолдана отырып сипаттама беріңіз деген. Қазақстанның көршілес 5 елін анықтаңыз дейді. Қазақстан батыста, солтүстік батыста және солтүстікте Ресеймен шектеседі, шығыста Қытай, оңтүстікте Түркменстан, Өзбекстан және Қырғызстанмен шектеседі. Екінші тапсырманың бұл нұсқасын қарасаңыздар, кестені толтырыңыздар деген, яғни жағдайлар ұсынылған, қолайлы, қолайсыз деп белгілеуіміз қажет. Жағдайларда әлемнің ірі экономикалық орталықтарына қатысты бізде қолайлы, халықаралық көлік жолдарына қатысты қолайлы, теңізге, мұхитқа шығу жолдарына қатысты қолайсыз болып келеді. Екінші тапсырманың сын нұсқалығына келетін болсақ, Қазақстанның экономикалық географиялық жағдайына қорытынды сипаттама жасаңыз деген. Оңтүстік Қазақстан экономикалық аймағы түсті металлургияға, химия және цемент өнеркәсібіне, суармалы егіншілікке, мал шаруашылығына дамыған. Батыс Қазақстанның экономикалық аймағы мұнай газ өндіру, мұнай химия, балық өнеркәсібі, металлургия өндірумен дамыған. Орталық Қазақстан экономикалық аймағы көмір мен темір кендерін және басқа да кен байлықтарын өндірумен дамыған. Сонымен қатар солтүстік Қазақстан экономикалық аймағы астық, сүт және ет өнімдерін машина жасау, кен өндіру, кен байыту, электр энергиясымен дамыған. Шығыс Қазақстан экономикалық аймағы түсті металлургия, машина жасау, жеңіл және тамақ өнеркәсібімен дамыған. Екінші тапсырманың да нұсқасын қарастырайық. Өз таңдауыңыз бойынша Қазақстанның қолайсыз экономикалық жағдайының біреуін алып, оны болашақта қалай өзгертуге болатындығына қатысты ұсыныс жасаңыз дейді. Экономикалық жағынан Қазақстан дүниежүзілік мұхитқа тікелей шыға алмайды. Теңіз көлігі еліміз үшін соңғы орындағы көлік түрі, теңіз көлік жолының жиі орналасқан аймағы Атлант мұхиты, сонымен қатар Тынық мұхитының да жүк тасымалдау жағынан алатын үлесі зор. Тынық мұхитының жағалауында Ресей, Қытай, ақш, Жапония сияқты алпауыт мемлекеттер орналасқан, яғни шекаралас Ресей мен Қытаймен елдермен келісімшартқа жасасу арқылы жүк тасымалдау бағасын біз 2 есе арзан бағаға тасымалдау мүмкіндігіміз болады. Осы келісімшарт жасасу арқылы біз қол жеткізсек болады. Міне оқушылар, осымен БЖБ 3 нұсқасын талдау аяқталды. Алдағы уақытта басқа да сабақтардан БЖБ ТЖБ нұсқалары шығады. Жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонымен қатар туыстарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. БЖБ-дан жақсы нәтиже көрсетулеріңізге тілектес.